Кайырлы кеш достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ажырамай пісетін тефтелидің рецептімен бөлісемін. Дайын фаршымызға ұсақтап туралған пиязды, жақсылап жуылған күрішті, бір жұмыртқаны, бір ас қасық тұзды және бір шай қасық қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз бен фаршымызды араластырғанда жақсылап араластыру қажет. Сол кезде тефтелилеріміз өз формасын жақсы ұстайды. 5 минут көлемінде араластырған фаршымызды осылай жақсылап ауасын шығарып ұрғылаймыз. Дайын болған фаршымыздан көлемі 45-50 грамдай болатындай етіп домалақ формалар жасаймыз. Тефтелилеріміз дайын. Осылай алдын ала жасап морозильникке қатырып қойсаңыздар да болады. Морозильникте қатырылған тефтелилерді жібітудің қажеті жоқ. Мен отбасыма кешкі асқа осылай күрішпен ұсындым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.